Сәлеметсіздер ме? Мен Даниламын. Сегодня 6-й урок казахского языка. Сегодняшняя тема жуан және жіңішке дауыстылар. Твердые, мягкие, классные звуки. Эта тема очень важна, потому что казахский язык – агглютинативный язык. Это значит, к корню слова мы добавляем постепенно суффиксы и окончания. Сам корень не меняется. Например, қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Қанағат, қанағаттан, қанағаттандыр, қанағаттандырыл, қанағаттандырылма, қанағаттандырылмаған, қанағаттандырылмағандық, қанағаттандырылмағандықтар, қанағаттандырылмағандықтарыңыз, қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Если обратить внимание на гласные звуки, они все жуан, твердые. То есть и суффиксы, и окончания тоже бывают твердыми. Жуан дауыстылар, твердые гласные. Жіңішке дауыстылар, мягкие гласные. Переходные звуки, которые меняются постоянно. Все еще трудно? Давайте посмотрим на примеры. Алма – это твердое слово. Рот открывается полностью. Алма. Орындық. Орындық. То же самое. Твердое слово. Үстель. Мягкое слово. То есть при добавлении окончаний мы должны соблюдать гармонию гласных. Алмалар. Орындықты. Үстелге. Теперь вопрос, что добавляется после слова доп? Доптар или доптер? Дұрыс, доптар. Что добавляется после слова гүл? Гүлдер или гүлдар? Дұрыс, гүлдер. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Сау болыңыздар!